Саңырауқұлақтардан өте дәмді болып шығатын тағам түрін жасаймыз. Саңырауқұлақтарымызды аяғынан ажыратып алып, көбіктеп тураймыз. Жуамызды алып, жуамызды да көбіктеп турап аламыз. Екеуін бірге қуырамыз. Үстінен бір бас чесногымызды, дәміне қарай тұз салып, барлығын бірге араластырамыз. Қуырып болғаннан кейін бос ыдысымызға салып, үстінен кішкене сыр қосып, араластырамыз. Саңырауқұлақтарымыздың ішіне осылай орналастырып шығып, бетіне үгіттелген сырларымызды қоямыз. 180 градусқа 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне, біздің дәмді саңырауқұлақтарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.